Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Мальмира, ұлымның есі Батырхан. Бүгін біз венский чизкейк пісірдік. Венский чизкейкке арналған ингредиенттеріміз ол творог, май және жұмыртқа комнаталық температурада болу керек. Менде мына творог, үйдің творогы крупнозернистый. Сондықтан мен оны блендермен ұнтақтаймын. Немесе магазиннен пастообразный творогты сатып алуға болады. Мынандай пастообразный болу керек. Еріңкіреп тұрған майға қантты саламыз. Және миксермен 5-6 минут араластырамыз. Бұған бір-бірден жұмыртқа құямыз. Және араластырып тұрамыз. Көп араластырып тұрудың қажеті жоқ. Жұмыртқа мен май бәрі біріксе болды. Бәрі араласты. Енді мына творожный массамызды біртіндеп салып араластырып отырамыз. Миксердің қажеті жоқ. Болдық. Енді бұған аздап лимон цедрасын қосуға болады. Кішкентай теркада былай. Лимонды ұнатпасаңыз, апельсин қосуға болады. Апельсин цедрасын енді ешқайсысын ұнатпасаңыз қоспаңыз. Бірақ мына лимон цедрасын қосқан жақсы кішкене қышқылтым дәм береді. Ұн мен крахмалды бір-біріне қосып араластырамыз. Одан кейін оны мына массаға саламыз. Аз-аздан қосып араластырып тұру керек негізі. Сонымен тестамыз дайын. Диаметрі 22 болатын форма дайындадым. Жан-жағын сары маймен былай жағып шығам. Жан-жағын майдаймын. Формаға енді творожный массамызды құямыз. Енді бұл массаны 170 градуста қызып тұрған духовкаға қоямыз. Қойғаннан кейін сразу 150 градусқа дейін температураны төмендетеміз. 1 сағат 20 минуттай пісіреміз. Егерде беті күйіп бара жатса, фольга жабыңыздар. 1 сағат 20 минут өтті, духовканы өшіремді. Кішкене енді духовканы ашық қалдырамыз. Өзі ақындап суысын жарты сағаттай. Духовканың мына жерінде термометрі менде міне былай көрсетілген. Ровно 150-160 деп көрсетпейді, приблизительно. Творожный чизкейкті духовкадан алдым. Қажет болса пышақпен жан-жағынан былай жүріп өтуге болады. Өздеріңіздің духовкаларыңызға сенімсіз болсаңыздар, бірден чизкейкті қойғанда бетіне фольга жабыңыздар, сонда беті сарғаймайды бұлай. Енді шеті сарғая бастағаннан кейін уже қойған жоқпын. Чизкейктің бетіне енді сахарный пудра сеуіп қойға болады, немесе варенье, джем, повидло, не бар соны жаға болады, немесе шоколад пен майды араластырып қойға болады. Ал менде міне алдында какао мен желатиннан жасаған неме қалған, глазур қалған. Мен осыны қазір микроволновкада ертіп үстіне құямын. Жалпы бұл глазурный рецепті менің уже шоколадный рулет деген видеомда бар. Жаңа шоколад массамыз еріді. Чизкейктің бетіне құямыз. Міне біздің чизкейкіміз дайын. Венский чизкейктің дәмін көрейік. Ұлым екеуміз отырмыз. Қазір кесіп дәмін көреміз. Иә. Енді дәмін көрейік. Қандай болып шығыпты? Тұтынай дәмін көр.
Керемет күшті екен, дәмді. Как тебе понравилось? Да. Вкусно? Да. А ты пробовал? Да. Қане, жеп көр. Егер видео ұнап жатса, лайк басып каналыма жазылыңыздар. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.